Бұл оқиға 1997 жылы басталды. Күзде Қажыгелдин жаңағы премьерліктен босап қалған кезде, енді қысқартып айтатын болсам, соның айналасында жүрген адамдардан бір адам шығып, оны кейін қазір Еркін Әбішев деген адам екен, Караван газетінде істеген. Сол шығып, сондай ұсыныс жасады. Осы бір қазақ газетін ашайық деп жатырмыз. Қазақтарды бір ояту керек, қазақтарға бір оң бағдар беретін газет керек деп айтты. Соны істей аласың ба деді. Істей алуға тырысам, енді бірден айтпайсың ғой. Мен оғанға дейін газет басқарып көргем жоқпын өзім. Жаңағы орынбасар, Арай журналында істедім, соны Түркістанда істедім, телевидениеда біраз уақыт істедім. Жаңағы үлкен жаңағы бас редактор болмасам да, бұлай елмен қалай жұмыс істеу керек екенін түсінігім бар. Сонымен тоқетерін айтқанда сол кісілер шықты да. Ол кезде Қажыгелдин жоқ болатын, бірақ артынан белгілі болды ғой. 98 жылдың аяғында жаңағы президенттік сайлау жариялады. Сонымен 99 жылдың басында 10 январда ғой деймін, сайлау өтті. Олар сол 97 жылдан бастап дайындала бастапты. Соған сол газет керек болыпты. Орысша жағына енді Караванмен Қажыгелдин жақсы болып тұрды. Ол Караван соның сөзін сөйлеп, сол үшін Борискейлер ақыры осы Қазақстаннан кетуге мәжбүр болды ғой. Ол сатты, үйтті, ол енді басқа әңгіме. Бізде де сол Караван газетінің қол астына тапсырды. Осылар жаңағы материалдық жағынан көмектеседі. Тақырыптық жағынан егер бір тапшылық нетсеңдер материал бере алады деді, бірақ тақырыпты біз өзіміз таңдап алып, өзіміз атқарып кеттік. Соны тіркеуге де өзім бардым, бағдарламасын да өзім жасадым. Сосын Гиллермен кездестім. Мен одан жоғары адаммен кездестім деп айтпаймын. Қажыгелдинмен кейін газет шыққаннан кейін, газет жүріп жатқан кезде бір көктемде келіп кетті де, бізді жинап алып, рахметін айтып, оқып жатыр, елдің несі, пікірі, көзқарасы дұрыс бұл газеті. Мен кезінде ашуға мен де атсалысқан, мен сендерге шындайсы қаржынды мен беріп отырым дегенді келтірді. Оны осы жерде отырған өзіңде барсың, бәріміз жинап. Ол кезде жаңағы Рахат Әлиевпен арадағы шатақ басталғанша, жаңағы ол 98 жылдың майдың аяғы ғой деймін. Сол кезге дейін жаңағы маски шоу ұйымдастырып, Рахат Әлиев өзінің жендеттерімен жетіп кеп, біздің кәмпескелеп, тәркілеп, итіміз шығарған. Ол кезге дейін біз кімдерді, қосандықтарды көше көрем жоқ. Ермұрат әйтеуір соның аяғында. Ұзын сөздің қысқасы не керек? Жаңағы апай-топай басталғаннан кейін Еркін Әбішев шетелге, Москваға кетуге мәжбүр болды, қашуға тура келді деп айту керек. Сол кезде енді бізге жаңағы жоғары жақтан қарап тұратын, жаңағы қарышсын, анау-мынау басқа да мәселесін шешіп беретін ретінде сол адамдар жіберді. Қосам идеология жағынан интервью беріп, былай айтты. Ермұрат та сол кезден бастап келіп біздің жұмысқа араласа бастады. Кейбір нелерді, рубрикаларды жүргізді, оны жасыратын несі бар. Бірақ аштық, біз осы бағдарламаны ұсындық, осы концепцияны біз Қажыгелдиннің алдына кіріп, осыны айттық дегеннің бәріне мен сенбеймін. Себебі ол кезде қалай болғанын айтып отырмын ғой. Газет не жағын, оны Гиллер, Борис Гиллер деген Караванның бас редакторы, сол оған қожалық ететін, сол идеология жағына да мүмкін жауап берді соның Қажыгелдин командасына. Бірақ артына сол Караван газетінің өзінде тымтырақай қылып жіберді ғой. Кейін естіп жатырмыз, оны басында Рахат Әлиев сатып алыпты, соны Тимур Кулебаевқа берді, үйтті. Мен алғашқы кезде осы істі мен жалғыз өзім бастап, енді несін жасағанымен Еркін Әбішев болды. Соны кейін редакция жинаған кезде өзінде болды, Нұрдәулет Ақышев болды, жаңағы дизайн жағынан менде Өрсұл ғой, Өрсұл келді. Әжептәуір жақсы команда болып, газетті кәдімгі бір адамдай қып, бір жеңнен қол, бір адам бас шығарып жұмыс істеп жатқан сондай жағдайымыз бар еді. Және ел арасында беделі болғанын енді ешкім оны жоққа шығарамайды. Қазір 15 жыл өтсе де, мен елдің бәрі айтып жатыр ғой, ол кездегі дат. Мен сізге бір ғана мысал айтайын, осы Дода газет хабарында бір отырған кезде, қазір осы бір қаланың әкімі болса Берік Әбдуғани деген жігіт бар. Сол кезді айтқан. Осы дат газеті қазақтардың кішкене оятып, көзін ашып, санасын серпіліс жасады деп. Ол орысша Дарғов ұстайды. Ол өзі ол кезден де үкімет жағында істеп жүрген жоқ.
қазірден де ол сөзінен бас тарта ма тартпай ма онысын білмеймін. Ерлан Қарин да келіп осы бір интервью алғанда оң бағасын берген, ол да қазір міне үкімет жағында жалпы көз ашық, міне көз ашық көкірек ояу дейді ғой қазақтар, солардың бәрі дат газетін аңыз болып кетті ғой. Ол кезде чиновниктердің бәрі сол газетті тығып оқитын. Билік сылтау себеп іздеп көп іздеді. Жаңағы Рахат Әлиев бірінші тісін қайраған материал шыққаннан кейін сол болды. Ол жаңағы маски шоу жасады, жаңағы компьютерімізді, бухгалтериямызды, бүкіл құжаттарды тәркілеп алып кетіп, жаңағы өздері оны бермей қойған, оны бір алдына. Сол арқылы жабайын деп жатқан кезде білмеймін неге екенін әйтеуір. Аяқ астынан жаңағы мен Азаттық радиосынан көшіріп басқан материал, мына Ерлан Сатыбалдиев ол кезде мына Қазақстан бірдің бас редакторы, директоры дей ма, президенті дей ма, сол басшысы. Солдың бір сол жердегі жемқорлығы туралы материалды Азаттық радиосында Батырхан Дарымбет марқұм сол шығарған материалды алып көшіріп басқаным үшін сол сотқа берді. Сол іс раскручиваться етіп кетті де, әйтеуір сотқа жетіп 400 миллион талап етіп, сот оның 35 миллион ғана қанағат, 35 миллионы ғана. Соның өзі сол кездегі баға бойынша деді бір 300 мың доллар ма сондай. Менің жеке өз басыма 5 миллион, газетке 30 миллион салып, сосын төлеңдер деді, бір айда төлемесеңдер банкрот боласыңдар. Бірден келсе төлей алмаймыз деп. Сонымен бір ай уақыт өткеннен кейін өздерінің жендеттерге әйтеуір бәрін тәркілетін, алатын, алып, жабатын, жауып, әйтеуір сөйтіп газетті банкрот жасады. Ол міне осы декабрьден бастап соттың екі инстанциясынан да өтіп барып, толық күшіне енді де банкротқа кірісті. Содан бері шықпайды. Одан кейін шыққан газеттер оған қатысы жоқ. Енді Ермұрат егер нетсе, яға тас жарғанын, айнасын, несін, ол соның бас редакторы, бас оқырманы болып датты жүрді. Бірақ о бастан емес, май айынан ба сол кезден бастап ғана келді ол редакцияға.